Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен таңғы асқа өте дәмді, майсыз әрі жеңіл дайындалатын америкалық панкейктерді дайындаймыз. Алдымен әдеттегідей керек заттарды дайындап алдым. Төменгі описание бөлімінде жазып кететін боламын. Сіздер де дайындап көріңіздер. Алдымен ыдысымызға жұмыртқа саламыз, тұз себеміз, қант қосып бірге араластырып аламыз. Енді жылы сүтімізді құямыз, тағы да араластырамыз. Сұйық май қосамыз. Алдын ала електегі ұнға қопсытқышты қосып, бірге араластырып алып, сосын ыдысымызға саламыз. Енді барлығын бірге араластырамыз. Міне бізде қамырымыз дайын, сұйықтығы осындай болу қажет. Қатты сұйық немесе қою болмау керек. Табамыз міндетті түрде құрғақ болу керек, ешқандай май құймаймыз және қыздырып алып, төменде отта пісіріп аламыз. Қатты төмен болмау керек. Осылай салмамызды салған соң 1 минуттай тұрғанда осындай көпіршіктер пайда болады. Яғни ол аудару керек деген сөз. Енді екінші жағын аударамыз. Екінші жағы бірінші жағына қарағанда тез піседі. Енді екінші панкейкімізді дайындаймыз. Осылай сұйықтығымызды құйып алдық. 1 минуттай тұрған соң осылай көпіршіктер пайда болды. Енді келесі бетін аударып, тағы кішкене ұстаймыз. Міне бізде екінші беті осылай піседі. Осылай екінші, үшінші панкейктерімізді бірінен соң бірін пісіріп аламыз. Бірінші панкейкті пісіріп алған соң, екіншісін саларда табаға май құймаймыз. Панкейктер тек құрғақ табада піседі. Міне барлығын пісіріп алдық. Енді шоколадымызды ерітіп, үстіне осылай әсемдеп қоюымызға болады. Ол өз еріктеріңізде. Міне біздің америкалық панкейктеріміз дайын болды. Өте жұмсақ, дәмді, таңғы асқа керемет идея. Сіздер де жасап көріңіздер. Және де маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.